білесіздер ме? Мен номер 1-ші мектебі 8 сынып оқушысы Бейсәл Айзада. Мен орманшымын. Менің жұмысым орманды қорғау, жануарларға қамқор болу. Сен Еркінұлы. Сіз осы жерде Ұлттық мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде қорғау бөлімінің басшысы болып жұмыс істейсіз. Сізге орманшы болуға не түрткі болды? Менің осы орманшы саласын таңдаған себебім біріншіден осы еліміздің табиғатын қорғауға және осы табиғатымызды одан әрі көркейтуге үлес қосу және де осы экологиямызды жақсарту. Орман шаруашылығында экотуризм дамуына қандай көзқараспен қарайсыз? Экотуризм дамуына ұлттық парк тарапынан жақсы көңіл бөлініп жатыр қазіргі таңда. Туризм дамыту үшін осы экологиялық соқпақтар, маршруттар ашылып жатыр. Және де осы жас буындарды табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында түрлі табиғат қорғау акциялары және тағы басқа іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Ерзен Еркінұлы, орман өрттерін алдын алу үшін қандай стратегиялық жоспарлар бар? Бізде жоспар бойынша осы екі аумаққа өртке қарсы минералданған жолақтар жүргізіледі. Және де осы былтыр жүргізілген жолақтарға биылғы жылы күтім жасалатын болады. Және де осы өртке қарсы күйдіру жұмыстары жүргізіледі. Соның аумақтары белгіленген жоспар. Орман шаруашылығы мамандығын таңдайтын болашақ студенттерге қандай кеңес берер едіңіз? Таңдаймын деген студенттерге ешқандай қарсылығымды да білдірмес едім. Себебі бұл орман шаруашылығы өте маңызы зор сала. Бұл тек ағаш егумен ғана емес, өсірумен ғана емес, осы экологияны сақтау және де осы биоалуан түрлілікті сақтау жүйесінде өте маңызы зор сала. Болашақта орман шаруашылығына түсу арманым еді. Бүгін сол арманыма қадам бастым. Орманды бірге қорғайық.